Сәлем, менің атым Ерболған Сымбат. Мен Алматы қаласындағы нөмір 81 мектеп гимназиясының 11 сынып оқушысымын. Мектеп қабырғасында алған менің грамоталарым, жетістіктерім өте көп. Соның ең ірілерінің бірі осы елбасы медаліне қатысып алған қола медалім болып саналады. Сонымен қатар мектептің қабырғасынан бөлек осы шығармашылық бағытта алған бірнеше жетістіктерім бар. Соның бірі би бағытындағы Гран-приз, Бозторғай конкурсында Гран-приз жүлдем. Қазір 11 сыныпты оқып жүрмін. Осы 11 сыныпты тамамдағаннан кейін мен өзімнің болашағымды архитектурамен байланыстырғым келеді. Және де осы университетті аяқтағаннан кейін жақсы маман иесі атану менің басты мақсатым. Сонымен қатар Қазақстан еліндегі жасыл қаланы көркейте отырып, елімді дамытқым келеді. Мен болашақта Қазақстанды осы смарт домдар, яғни ақылды домдарды үйлерді құру, сонымен қатар жасыл үйлерді құра отырып, Қазақстанда мың бояулы мемлекет ретінде көргім келеді. Бос уақытта мен отбасымен бірге серуендеуді жақсы көремін, және де киноларды, кітап оқу, скрипкада ойнауды, және де өзімді ашып дамытуды жақсы көремін. Менің нақты кумирім жоқ, алайда мен өзін дамытатын, яғни кішкентай адамнан жоғары белестерге жеткен адамдарды мен қатты құрметтеймін. Мысалы айтатын сол Билл Гейтс және де Илон Маск. Егер де жұлдыздардан алатын болсам, ол Селена Гомес және де Бейонсе. Өзіңді жан-жақты дамыту, курстарға қатысу, курсқа қатыспағанның өзінде бос отырмай, әр уақытыңды, әр минутыңды пайдалы өткізе білу. Сіздермен болған мен Ерболған Сымбат, сау болыңыздар. Пока. Менің атым Ерболған Сымбат, мен 81 мектеп оқушысымын. Марка Цукерберг. Афроамериканка. Бейонсе. Бейонсе. Сіздермен болған мен Ерболған Сымбат, танысқанға қуаныш болдым.